бәріне салам. Достар, видео басталмастан бұрын сіздерге мынаны айта кетейік. Өзіміздің подписчиктер санын көбейту үшін біз жаңа реклама ойлап таптық. Ол рекламада біз былай жазған болатынбыз. Егер сіз спортқа қызықсаңыз және денеңізді шығарғыңыз келсе, Мейттірме Реалити YouTube каналына тіркел деп жазған болатынбыз. Осы сөздерді сіз А4 қағазға жазып, өзіңіздің дене шығаратын площадкаңызға барып жабыстырып кетіңіздер. Достар, біз бүгін чистый силовой элементін үйретеміз. Бұл элементті сіздерге өте оңай болу үшін ең тиімді әдістерін сіздерге көрсететін боламыз. Осы әдістер арқылы біз таза силовойға шыққан болатынбыз. Сонымен достар, сонымен достар, қазір мен сіздерге чистый силовойға шығу үшін осы әдісті пайдалануға көмек беремін. Бірінші бритаға келесіздер, себебі көмекке жасауға сіздерге ең біріншіден сіздерге осылайынан үйрену керек. Аяқтарыңызды кішкене алға шығарасыздар. Алдыға өздеріңізді артқа кетіресіздер осылай. Қайтадан түсесіздер. Осылайынан раскачка. Тек ресте. Міне осы әдісті пайдаланып сіздер ары қарай турникке бара берсеңіздер болады. сонымен достар, екінші сіздер кішкентай турникқа келесіздер. Және ол турникта тура жаңағыдай аяғыңызды сәл алдыға жібересіз. Аяғыңызды алдыға жібергенде қатты жіберудің керегі жоқ. Және жасаған кезде кішкене осылай раскачка аласыз. Раскачка дегенде кішкене алдыға қарай серпілесіз. Осылай. Осылай жасағаннан соң сіз уже осылай денеңізді сізге қарай көтере берсеңіз болады. Және осындай кішкентай турникта жасаған пайдасы сіз қалай техникасын дұрыс пайдалануды үйренесіздер. Және қазір біз үлкен турникқа барамыз. Сонымен достар, үшінші үлкен турникқа келеміз. Және үлкен турникта мен сіздерге қазір техникасын үйретемін. Тазаға шығу үшін сіздер осылай тұрасыздар. Және бірінші аяқтарыңызды осылай өздеріңізге бірдеме қойып, соған жеткізіп үйренесіздер. Осылай. Осылай үйренгеннен соң сіздер осылай денеңізді осылай көтеруге үйренесіздер. Бұл жерде сіздер денеңіз тартылып кетпеу керексіз, сіз осылай қарай денеңізді көтеру керексіз. Сол екеуін қосқаннан соң сіз үшіншіден уже турникқа шыға берсеңіз болады. Чистый силовойға. Біраз тазаға міне осылай шығады. Аяғымызды жеткіземіз, және денемізді көтереміз. Және осылай чистый силовой элементін үйренеміз. Содан соң достар, тазаға шығу үшін сіздер 50 рет отжимания және турникта 15 рет артылу керексіздер. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видеоның соңында айтарымыз, видеом сізге егер ұнаса, Лайк басып, комментариялар біздің каналға тіркеліп, әрине қоңырау шанына басуды ұмытпаңыздар. осымен видеомыз аяқталды. Сау!